Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Біз бүгінгі сабағымызда әл-әмсилатул муттарида мин маълуми әмрил ғаиб. Әмрил ғаибты өтетін боламыз. Әмрил ғаиб білеміз ғой, лияңсур, яғни ол жәрдемдессін, жәрдем берсін ол деген бұйрық қойып көрдіңіз. Бірақ андай әмрил ғаиб деген сыртынан бұйрық бересіз, тікелей емес та. Ол жәрдем берсін, жарай ма, сен айтып бар оған деген сияқты. Мысалы, ол жәрдем беретін болсын деген сияқты. Бұл әмір. Бірақ сырттан әмірді, әмір ғайып деген, сол ғайып деген жоқ адамға бұйыру ғой, жоқ адамға бұйыру жасау. Бірақ мәлуммен істеушісі бар да оның. Мысалы, ол жәрдем берсін, ол берсін. Бірақ ғайып. Түсінікті? Мысалы, ол жерде ли деген алдына не жалған отырады, әріп жалған отырады, ли деген. Янсур деген, білеміз ғой етістікке янсуру негізінде, иә? Янсуру негізгі етістік осы янсур. Соған ли қосып отырамыз. Лияңсур. Лияңсуру, бірақ не істейміз? Бірліктерді сукундаймыз. Бірліктер сукундалады, ал екілік пен көптіктерінде нунда түсіп қалып отырады. Негізінде янсурони, солай ғой? Негізінде янсурони. Янсурони негізінде. Осы жерде нун түсіп қалады. Ләм сияқты мағына. Иә, дәл ләм сияқты түсіп қалып отырады. Бірақ енді ләм сияқты ғой, жазым болады бірлігінде. Иә, жазым яғни сукун болып отырады бірлігі. Росы сукун болады. Дәл солай. Түсінікті? Тек әйел тегі ғана түспейді, мысалы. Лияңсурна деген сияқты нун түспейді әйел тегіне. Түсінікті? Ғайыпта болсын, жаңағыдай мұхатапта болсын. Жақсы, онда бастайық. Мысалы, лияңсур бірлік. Лияңсура, лияңсуру. Көрдіңіз бе? Ол еркектер жәрдем берсін. Жәрдем берсін сыртынан бұйрық береді. Литансур, литансура, лияңсурна. Лияңсурна. Ол әйелдер жәрдем берсін. Литансур, бізде литансур деген жоқ. Лиансур, линансур. Мен жәрдем берейін, жәрдем берейін деген бір уәде сияқты емес. Мен жәрдем беруім керек, мен жәрдем беремін деген бұйрық тұр, өз-өзіне бұйрық тұр, көрдіңіз бе? Жәрдем берсін деп тұр ғой, ол жәрдем берсін. Мен жәрдем беремін. Мен жәрдем беруім керек деген сияқты өз-өзіне бұйырып тұр. Түсіндіңіз бе? Өз-өзіне бұйырып, мен жәрдем беремін. Мен жәрдем беремін дегенде уәде сияқты емес, бұл әмір ретінде бұйырып тұр. Көрдіңіз бе? Мен жәрдем беруім керек деген сияқты мағынада ғой. Сол өз-өзіне бұйырып, міндеттеп тұр. Линансур, біз жәрдем берейік. Мен жәрдем берейін. Біз жәрдем берейік деген сияқты. Түсіндіңіз бе? Берейік деген әдем кетеді. Береміз десе, өзі онда жаңағыдай нансуру деген сияқты көтереді оны жай ғана ше, қарапайым. Жәрдем береміз деген сияқты қарапайым хабарлап тұрған жоқ ол жерде. Бізде бұйырып тұр өз-өзіне. Біз жәрдем берейік. Мен жәрдем берейін деп айтсақ болады. Қазақша әдем келеді. Түсінікті ғой, иә? Міне осындай нәрсе. Осы ғана бұл жерде 8 сиға. 4. Түсінікті? 8 ақ сиға. Бұл жерде не жоқ? Мына жерде қараңыз, мынау екеуі ертегі, мысалы қараңыз, кешіріңіз. Мынау ертегі, мынау болса әйел тегі. Солай ғой? Ал мынау мутакаллим. Бірінші жақ. Ал мынау болса екінші жақ. Үшінші жақ деген мынау. Яғни мыналар байқанда қысқасы мынау, мына жерге дейін үшінші жақ. Түсіндіңіз бе? Барлығы ол дегендер ғой, ол екеуі, олар деген мағынада. Түсінікті ғой? Алғашқысы ертегінікі, мынау қалған мынау екеуі, үшеуі ол әйел тегінікі. Қысқасы барлығы жаңағыдай ғойыптар. Үшінші жақтағылар. Түсінікті ғой? Ал мыналар бірінші жақта. Қарап отырсаңыз, бұл жерден қарайтынымыз екінші жақ жоқ бұл жерде. Сендер деген. Қарап көрдіңіз бе? Сендер, сен еркек, сен әйел дегендер жоқ. Олар әмір ғайыпта емес, әмір хадарда келеді олар. Түсінікті ғой? 8 сиға нада кетеді, әмір ғайыпқа кетеді. Енді бұның мәчхулі бар. Мәчхулі. Лиюнсара, лиюнсару, яғни не деген сөз? Ол бір еркек жәрдем берілсін. Ол бір еркек жәрдем берілсін. Яғни ол бір еркекке жәрдем берілсін деген мағынада. Түсінікті ғой, иә? Ол еркекті бұйырып тұрған жоқ, сол еркекке жәрдем беруді бұйырып тұр басқа біреуге. Түсінікті ғой, иә?
Yani сол сияқты линсор, линсора, линсору, литонсор, литонсора, лиюнсорна, лиунсор, линунсор болды осылай ғана. Әмір ғайып осылай ғана. Түсінікті? Енді саптап көріңіз. Мағлұмды айттыңыз. Лиансур. Лиансуру, литансуро, лиансурна. Лиансур, линансур. Линсору. Лиунсор. Әмір. Сүкінмен өтеді. Лиунсор. Линсору, литунсоро, лиунсорна. Линунсор. Түсінікті? Мына айтқандай әмір ғайып, мәлумы. Лиансур, лиансура, лиансуру, литунсор, литунсора, линсорна. Лиансур, мен қайтып айтып литансур, литансура, лиансурна. Түсінікті? Бұл әмір ғайып мәлум түрі. Мына жерге лиансур, линансур деп негізі айтылады кітаптағында. Бірақ мына жерде кесіре бермейді неге екенін. Аллаху а'лам. Не үшін бермегені? Бірақ негізінде кестеде берілмеген. Мына жерде не болу керек? Лиансур болу керек. Түсінікті? Лиансур. Сол сияқты линансур болады. Түсінікті? Линансур. Енді дәл солай әмір ғайып мәчхул түрі. Лиунсор, лиунсора, лиунсору, литунсор, литунсора, лиунсорна. Линунсор. Бағана айтқанымыздай. Енді бұл әмір ғайып. Жаңағында әмір ғайыптың несі болды? Әмір ғайып болды. Бұның 8 сиғасы бар айттық. Енді 8 формасы бар. Енді лә янсур кетеді. Лә янсур деген не? Бұл тыйым. Түсінікті? Жәрдем бермесін. Бірінші мынаның барлығы бірінші әмір болса, мына жерде нәхи келеді, нәхи ғайып. Ғайыптар жинап отыр бір жерге. Мына жерге тыйым салып отыр. Міне мәлумы істеушісі бар. Қалай болады? Лә янсур. Лә янсур деп әмір сукунмен келсе, сукунмен келсе, онда ол тыйым болады. Ал егерде сукун емес, домамен келсе не болады? Лә янсуру. Лә янсуру болса не болады? Лә янсуру. Мұдарик болады, әмір, нәфи, истиқбал болады. Не болады? Нәфи истиқбал деген? Болашақты жоққа шығару болады. Болашақтағы істі жоққа шығару. Не оқады? Лә янсуру болса? Лә янсуру болса? Мағынасы қалай болады? Ол бір еркек көмектеспейді. Болашақта? Көмектеспейді. Болды яғни. Көрдіңіз бе? Ал егерде домма емес, сукун болса ше? Лә янсур. Не болады тұр? Нәхи қойып болады. Тыйым салу болады. Ол жәрдем бермесін. Көрдіңіз бе? Көрдіңіз бе? Бірақ харакат. Домма берсеңіз, болашақтан хабары беру болады. Ол жәрдем бермейді, міндетті. Ол болашақта жәрдем бермейді, міндетті емес. Жай ғана. Ана жерде сукун болса, ол жәрдем бермесін. Көрдіңіз, тыйым салып отыр. Тыйым салып отыр. Міне осыған мән беруіміз керек. Мәлум, оның неше сиғасы бар? Тоже 8 сиғасы бар. Лә янсур. Түсінікті? Лә янсура, лә янсуру, лә тансур, лә тансура, лә тансурна. Түсінікті ғой? Не осылай. Мына жерде мәлум, бұл жерде негізінде лә янсурна. Бұл жерде лә ансур, лә нансур деген келіп тұрған жоқ. Түсінікті? Біз мына жерде шатыс кетіппіз. Негізінде әмсені мұттарида мәлум ғойыпта жоқ, ол келмейді екен. Лә ансур, лә нансур деген келмейді. Бұл уже бұйрыққа келмейді дейді. Бұйрыққа келмейді. Түсінікті ме? Әмір ғойыптың мәлумында 6 сиға бар. Шеге дейін ғана.
әмір ғайып түсінікті ғой иә әмір ғайыптың жаңағы мағлумында істеушісі белгілі ли унсор ли нунсор деген ли ансор ли нансор деген жоқ бұл жерде тек қана ғайыпта яғни мәжһүлде ғана бар түсінікті соған ғана бұйырылады ли унсор ли нунсор дұрыс әйтпесе өз өзіне бұйыру да бір түрлі ғой негізінде бұйырғанға ол кірмейді мысалы хайя бинафаль деп айта береді істейік бірақ ол бұйрық емес бір ұсыныс ретінде кетуі мүмкін аллаху алам сондықтан да мәлумында 6 сиға 6 форма ғана ал мәжһүлінде 8 түсінікті ғой ли унсор ли нунсор деген кіреді түсінікті дәл сол сияқты нәхи ғайыпта да солай яғни ли ансур ли нансур лә ансур лә нансур деп айтпайды яғни өз-өзіне тыйым салмайды нұрғали сен көмектеспе деп айтпайды ғой өзі мысалы ол өз-өзіне тыйым сала алмайды да сондықтан ол жүрмейді деп жатады түсінікті ма ондай нәрсе жүрмейді лә янсур лә янсура лә янсуру лә тансур лә тансура лә янсурна болады болды түсінікті ғой иә осылай ғана сарфталады оның екілігі мутакалимі жоқ енді мәжһүлінде бірақ 8 сиға мына екеуі кіреді осыны ұмытпауымыз керек түсінікті нәхи ғайыптың мәжһүл қалай болады лә юнсор не деген сөз ол бір еркекке жәрдем берілмесін лә юнсор ол екі еркекке жәрдем берілмесін олар еркектерге жәрдем берілмесін деген мағына лә янсуру деген лә юнсару деген міне солай кете береді лә янсур лә янсура лә янсур лә юнсор лә юнсара лә юнсару лә тунсор лә тунсора лә юнсорна түсінікті лә унсор лә нунсор лә унсор деген не мағынасы маған жәрдем берілмесін түсінді ме маған жәрдем берілмесін лә унсор маған ешқайсыларың жәрдем бермеңдер ешқашан көмектеспеңдер маған деген мағынада бар түсіндіңіз ба бұл кіреді екен иә кіреді екен лә нунсор бізге жәрдем берілмесін деген сияқты тыйым салады міне осылай кетеді екен так енді осымен әмір ғайып кетті әмір нәхи ғайып та кетіп жатыр осылай түсінікті ғой иә енді не бар әмір хадыр сосын нәхи хадыр деген бар әмір хадыр деген ол хадыр деген жалпы қатысушы деген мағынада қатысу былай айтқанда дәл көзбе көз отырып бұйыру ғой біреуге көзбе көз бұйыру түсінікті ғой иә бетпе бет бұйыру деген сияқты ғой сондықтан бұл жерде әмір хадырда тек қана мұхатаб сиғасынан жасалады мұхатаб сиғасын білеміз ғой мұхатаб еркек мұхатаба әйел осыны сиғасынан жасалады түсінікті ғой иә яғни унсур деген не енді бұның жасалу жолы қалай жасалу жолын жалпы өтеміз алда бұл емселерден өтпейді унсур деген негізінде тансурдан жасалады мұдарихтан тансуру ғой негізінде иә мұдарих иә бұны істеледі атайна әріптер түсіріледі атайна деген мұдарих әріптер түсіріледі түсіптеміз мұдарих әріптерін тә я хамза нун дегендер ол атайна әріптер атайна деген түсінікті нун мысалы енді бұны түсірілді ғой соңында әріп сукундаймыз и алдына хамза береміз ғой хамза басыл хамза и үшінші әріпке қараймыз мына бірінші әріп мына екінші әріп үшінші әріп қайсысы сот үшінші әріп соттың үстінде дома тұр демек мына жерде дома болады унсур болады осылай жалпы енді оны өтеміз құдай қаласа қалай әмір жасалатынына унсур деген солай жасалды унсур деген сен бір еркек жәрдем бер деген сөз бұйырып жатыр бұйрық рай сен екі еркектер сендер екі еркек жәрдем беріңдер сендер еркектер жәрдем беріңдер деп жатыр түсінікті унсури деген жәрдем бер ей бір әйел деп жатыр унсура тоже екі әйел жәрдем беріңдер унсурна ей көп әйелдер жәрдем беріңдер деген сөз түсінікті ғой иә міне осылай жасалады болды мәлумдікі түсінікті ғой әмір ғайып мәлум қалай унсур унсура унсуру унсури унсура
унсурына. Түсінікті? Енді мәчхул қалай жасалады? Әмір хадырдың мәчхулі, яғни істеуші жоқ. Бұл уже әміне осылай жасалады. Міне наған келіп жатыр, көрдіңіз бе? Ли унсор, ли нунсор деген бар еді ғой. Мына жерде болмады ғой бұған. Мына жерде бар екен ғой. Дұрыс. Аллахумма салли ва саллим аля. Ли унсор, ли нунсор. Әмір ғойыппен де әмір хадырмен де жасалады. Қызық. Мына жерде әмір ғойыпта да бар. Ли унсор, ли нунсор. Мен маған жәрдем берілсін, бізге жәрдем берілсін деп тұр. Түсінікті ғой, әмір ғойыпта. Және мына жерде маған жәрдем берілсін, бізге жәрдем берілсін деп әмір хадырмен де келіп жатыр мына жерде, мәчхулде. Түсінікті? Енді ли унсор, ли нунсор деп. Кеттік арға оқиық. Мысалы, мәчхулде ли тунсор. Мағынасы не? Ли тунсор? Не? Ли тунсор деген қалай береміз? Сен міндетті түрде көмектескен ме? Ли тунсор. Сен саған міндетті түрде көмек берілсін. Ли тунсор. Тунсор бұл мәчхул. Сен көмектескен. Унсор ғой. Сен көмектесін. Ал саған көмек берілсін десеңіз, сен көмек саған берілсін, сен көмек ал деген мағынада ғой, сен көмек ал. Міндетті түрде. Міндетті түрде деген жоқ, не жоқ. Ли тунсор. Түсінікті ме? Ли тунсор, сен саған жәрдем берілсін. Ли тунсора, ли тунсору. Түсінікті ме? Ли тунсори, ли тунсора, ли тунсорна. Ли унсор, ли нунсор деп айтылады. Түсінікті? Яғни, маған жәрдем берілсін, бізге жәрдем берілсін. Бұл әмір хадыр ғойыпқа кіре береді. Әмір хадыр мәчхулға береді. Жалпы, түсінікті? Енді лә тансур деген бар, ол нәхи хадыр. Ол жалпы көзбе-көз тыйым салу ғой. Көзбе-көз тыйым салу. Түсінікті? Мына жерде енді көзбе-көз бұйыру, сырттан бұйыру деп тұр ғой. Енді мына жерде мысалы сырттан бұйыруға да кіріп тұр. Ли унсор деген. Ли унсор деген немесе көзбе-көз бұйыруға да бұйырып тұр. Өз-өзіңе де бұйырасың ғой, өз-өзіңді көріп тұрасың. Немесе өз-өзіңді көрмей дегенге де қарастырып, әмір ғойыпқа да кіргізіп тұр мәчхуліне. Немесе сіз оны әмір хадырдың да мәчхуліне кіргізіп тұрсыз. Екі түрмен де қарастыруға болады деп жатыр енді. Мына кітаптан түсінетініміз. Түсінікті? Енді қараңыз, лә тансур деген ол уже нәхи хадыр. Түсінікті? Лә тансур, яғни көзбе-көз тыйым салу. Мәғлумы қалай жасалады? Мәғлумы дәл солай мұхатаптан жасалады. Мұхатап ертегі мен әйел тегінен. Лә тансур, сен жәрдемдеспе. Сен бір еркек жәрдемдеспе. Лә тансура, сендер екеулерің жәрдемдеспеңдер, еркектер. Лә тансуру, сендер еркектер жәрдемдеспеңдер. Лә тансури, лә тансура, лә тансурна. Түсінікті? Бұның несі жоқ? Тәкәлімі жоқ. Мен жәрдемдеспе деп айтамайды ғой, өзін бере алмайды. Сондықтан олай жасамайды. Енді бірақ нәхи хадырдың мәчхул түріне келетін болсақ, істеуші жоқ. Лә тунсор. Не деген сөз? Лә тунсор деген? Саған жәрдем берілмесін. Білдің ба? Саған жәрдем берілмесін деген сөз. Түсінікті? Лә тунсор. Лә тунсора. Сендер екеулеріңе жәрдем берілмесін. Лә тунсору. Сендерге жәрдем берілмесін. Лә тунсори, лә тунсора, лә тунсорна. Лә унсор, лә нунсор. Маған жәрдем берілмесін. Бізге жәрдем берілмесін деген мағынада. Лә унсор, лә нунсор дегенмен бірдей болып тұр мына жерде. Мына жерде мағына нәхи ғойыпта да тыйым салды ғой. Айтқанда сырттан тыйым салу кезінде де лә унсор, лә нунсор деп қолданды. Дәл солай бір жерде де қолданса болады. Екі жақты тарапты қарауға болады да. Айтқанда өзіңді бір жоқ адам ретінде қарастырсаң болады, немесе бар адам ретінде қарастырсаң, онда жаңағыдай әмір ғойып, әмір хадырға жатады. Түсінікті ғой? Нәхи хадырға жатады, мәчхулге. Лә унсор десеңіз. Маған жәрдем берілмесін, бізге жәрдем берілмесін деп қарастырсақ, онда нәхи хадыр, мәчхул болып тұр. Түсінікті? Ал егер де оны жоқ
мен өз өзіме былай айтқанда бетпе бет сөйлесіп тұрмын деп қарастырсаң, онда әмір хадир болады. Ал егер де өзің сырттан әмір беріп тұрған болсаң өз өзіңе, онда нәхи ғойб ретінде қарастырсақ болады. Маған жәрдем бермесін, бізге жәрдем бермесін деп сырт көзден тыйым салғандай боласыз. Міне осылай жалпы бұйрық райына қатысты, тыйымға қатысты сабақтарымыз осылай. Мұның барлығы жатталу керек. Түсінікті? Мұның барлығы жатталу керек. Құдай келесі сабақтарымызда қалған штаб хаттарды өтетін боламыз.